Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Арнаға жазып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Обнимаю обязательно или подушку, или мишечку. Но у меня моя мишечка осталась в Бишкеке. Думала в скором времени себе взять что-нибудь такое, чтобы приятно было спать. А вы мне отправили. Короче, теперь я точно не одна. Вот буду всегда по ночам спать, засыпать. Мои хорошие, вы, наверное, сегодня видели эфир. Возможно, я в понедельник уйду. Честно, очень сильно переживаю. Я все-таки приехала сюда в надежде встретить свою любовь, реально почувствовать, что это такое, забытые чувства. Но нужно проголосовать, кто идет. Посмотрим теперь, пожелайте мне удачи. Өзі қарап жатыр. Тынышпыз, бәрі бізде жақсы. Жазылып сұрап жатқан жандарға рахмет. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? В общем, ұйқымнан тұрып больницаға кетіп жатырмын. Келіншегіме, қызыма кеше жылап, айтып бүйтіп, енді біз өзіміз новичок болғаннан кейін едеш екеуміз чошып ойбай деп. Мамамыз келді, әжеміз келді. Кеше қасында әжеміз қалған болатын. Қазір больницаға кетіп бара жатырмын енді. Заттарымды алып, сондай бір күшті чувствомен ояндым, мынандай бір. Яғым оя деп ше, қызым бар я менің деп ше. Сондай бір керемет енді, ол чувствоны сол уақытта жеткен адамға түсінетін шығар. До этого мен де түсінбейтін, бүйтіп айтқан адамдардың чувствосын енді жазып, тілек жазып, керемет қылып қолдап жатқан адамдарға Алла разы болсын. Құрметті оқырман, бізде сүйінші жағдай, сіздер күткен сәт. Фархат Мадинаға сөз салды. Қалай әсеріңіз? Жаным жылап, айтып жеткізе алмайтын. Айтып жеткізе алмайтындай неде тұрмын, состояние. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Біз осындай қатысушылармен сөйлеп отыра беріңдерші, тып-тырыс болып қаламыз. Осындай қатысушылармен мафия ойнауға келдік. Бүгінгі біздің жүргізушіміз Бекзат. Кеттік. Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Біз медеудеміз, жанында Ақерке бар. Біз Ақерке екеуміз мына Хабал деген машинамен кездесуге баруды ұтып алған болатынбыз. Енді дәл осы машинамен тауда керемет кездесу жасап жатқан жайымыз бар, айналайындар. Қалай күшті, ұнап жатыр ма саған? Бізге дауыс бергендеріңіз үшін рахмет. Медеуге келдік, осында керемет кездесу ұсынған Хабал компаниясына рахметімізді айтамыз. Қолға келіп, сразу стол жайып, тамақ пісіріп, қызметке кірісіп. Молодец жаным. Ауыл деген, үй деген осы. Біліп жүр. Мына балапан қараш, мен өнетін қара. Ба, қалай береді, бадашты қараш. О, фигня ғой. Наверное, печенье безілмейді, короче, что там ба? Что там, айырамыз ке, қарынашып тұр кәне. Смело, біреу бірдеңе десе, маған айт, мен сөйлесем. Смело, жібер, коробкасымен алып. Дерзай. Іште жейсің? Бош ет Бұл мақыл ғой. Аржақ. Девочки мои, мне нужен хороший салон, где делают маникюр, педикюр и желательно покраску. В прошлый раз я тут сделала реснички, мне сделали ужасно. Я из-за этого съездила в Бишкек. Сделала ногти, я за них отдала почти 10 тысяч. В итоге что? Будто сделал мастер-стажер. Из-за этого, пожалуйста, отметьте мне хороший салон. Желательно в центре города. Осылай бір шығып қояйық деген жөн көрдік. Енді бағана сторис айта кеткем, кешке бір жақсы жерге келеміз деген сияқты. Жалпы біз көптен бері Харекет қорымен бірге жұмыс жасаймыз. Оның ішінде сол Харекет қорының бір бедел мүшесі бар. Ол Моля ханым. Бүгін Моля ханыммен кого я вижу? Ергелан Абдрахман. Осындамыз. Ал, қайырлы таң, қалайсыңдар, Николай? Бүгін бізде той. Негізі әбеттегі той ұнамайды маған, бір әбеттегі той дегенді вообще түсіне алмай кетіп өтетін шығарым бар өмірімде. Оның алды нотариус қойып кетуім керек. Нотариустан кейін тойға барам. Еще дальше деген киім алуым керек. Ертең жол жүріп бара жатырмын. Сен айтады жасында мына қасқаға не болып кетті деп. Кеше еще гранттан шыққаннан кейін
аманға супермаркетке кіріп шығып едім ғой, содан шығып қайтқан кезде ана нән қара тәпішкім бар ғой, соны киіп едім, аяғым тайып баспалдақтан. Содан бір бақайым жаман ауырып тұр. Кеше жай ауырып еді, ұйқыдан тұрсам енді бастырмай кішкене ауырып тұр. Енді шығып кетпеген шығар деп ойлаймын енді. Тәні жүрген сол тойлатып, той гүлдеп қою керек еді, атымыздың негізі бар ғой. Қателесіп кеткен. Салтанат дегенде сол не ғой, мейрам, праздник деген ғой үшін. Сонымен тойға кетіп жатырмыз. Жаңағы сторисқа Қырғызстандағы қолдаушы оқырмандарым жазып отыр екен. Қырғызша арғой деп. Аха, қырғызша арғы. Күшті да просто. Қара қашу көзіңнен деген. Шаш алдырып шықтық, Асекеңмен жолықтық. Мен шаш алатын жерде, короче, Асқат ағаның спорт залы бар екен. И спорт залда маған ұнаған андай бассейн, ішіндегі атмосферасы бәрі четко екен. Соған енді мен келсем деп жатырмын. Енді бізде бүгін қыздар қауымына керемет жаңалық бар. Соны қазір Диасқа барып жатырмын. Диасты алып, сосын сол видеоны түсіреміз. Қалай, менде бәрі жақсы. Тек білмеймін қазір қандай вирус жүріп жатқанын. Алишер ауырды, Алишерден мен ауырып жатырмын. Білмеймін, температура, сондай прессе түсіп, прессе көтеріліп деген сияқты сондай болып жатыр в данный момент. Білмеймін, бір вирус жүріп жатыр ма? Сондықтан өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қарап жүріңіздер. Құрметті достар, Алматы қаласынан аш донерға бізді қонақ қылып шақырған болатын. Қазір ағам бар, өзім бар, інім бар. Барлығымыз келіп, қазір дәмін тататын боламыз. Мынандай фрибокстегі мынау жареный лук және де бетінде сырный соуспен жүреді. Донерлары енді вообще фирменный соустармен бірге жүретін болады.